Bir күні Айбек есімді бала орманға серуенге шықты. Ол орманның қалың ағаштарының арасында жүгіріп, әдемі гүлдерді теріп жүріп, өз жолынан адасып қалды. Айбек енді қай жаққа бару керектігін білмей, кішкене қорқа бастады. Сол кезде ол алыстан бір жарықтың жылтырап тұрғанын көрді де, сол жаққа қарай жүрді. Жақындап келгенде, Айбек ертегі әлеміне кіріп кеткенін түсінді. Бұл әлемде түрлі түсті ағаштар, сөйлейтін жануарлар және сиқырлы жәндіктер өмір сүретін. Ол мұнда қалай келгенін және үйге қалай қайту керектігін білмеді. Бірақ алдымен бұл ғажайып әлемді танып білуді шешті. Орманның ішінде жүріп, Айбек сөйлейтін қоянмен танысты. Қоянның аты Ақтіс. Ақтіс Айбекке жол көрсетуді ұсынды. Олар бірге орманды аралап түрлі жануарлармен танысты. Айбек барлық жануарларға көмектесіп жүрді. Құстарға ұя жасап берді, жараланған түлкіні емдеді, және кішкентай кірпіні шөп арасында адасып кетуден құтқарды. Bir күні олар үлкен ағаштың түбінде отырып демалып отырғанда, орманның сақшысы жасыл жапырақ атты айдаһар келді. Ол мейірімді әрі дана айдаһар болатын. Жасыл жапырақ Айбекке, сен өз жолыңды табу үшін ең соңғы сынақтан өтуің керек. Егер сен бұл сынақтан өтсең, үйіңе оралу жолын табасың деді. Сынақ өте қиын болды. Айбекке орманның ең қараңғы жеріне барып, сол жердегі алтын кілтті тауып, оны жасыл жапыраққа әкелуі керек. Айбек қорықпай Ақтіспен бірге жолға шықты. Олар түрлі қауіптерден өтті, қауіпті аңдармен кездесті, айлакер сиқыршылармен күресті. Бірақ ештеңе де оларды тоқтата алмады. Ақыры олар алтын кілтті тауып, жасыл жапыраққа алып келді. Айдаһар қуанып, Айбекке алғыс білдірді. Сен өз ерлігіңмен және мейірімділігіңмен бұл сынақтан өттің. Енді сен үйіңе оралу жолын табасың деді де, оған сиқырлы карта берді. Айбек карта бойынша жүріп, ақырында өз үйіне жетті. Ол бұл ғажайып ертегі әлемін ешқашан ұмытпай, әрқашан жануарларға және адамдарға көмектесуге дайын болды. Ал орманның барлық жануарлары Айбек туралы ертегіні өз балаларымен бөлісіп, оның ерлігі мен мейірімділігі туралы әңгімелеп отыратын болды. Содан бері Айбек орманға қайта барып тұрды, достарымен қайта кездесіп, оларға өз көмегін ұсынып отырды. Солайша ол өзінің жаңа достарымен бірге көптеген ғажайып оқиғаларды бастан кешіріп, әрқашан жақсылықтың жеңетінін дәлелдеді.